Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тары мен талқанмен жасалған пирогпен бөлісетін боламын. Табиғи қолжетімді заттардың жасалынатын болғандықтан өте дәмді болып шығады. Бұл пирогты дайындау үшін ең алдымен таза жуылған 100 грамм тарыға 250 грамм қайнап тұрған сүтті құйып бетін жауып құямыз. 15-20 минутта тарымыз дайын болады. Тарымыз дайын болады дегенше коржығымызды дайындаймыз. Коржығын дайындау үшін мен талқанды пайдаландым. Сіздер кез келген печеньемен істесеңіздер де болады, болмаса екеуін араластырып істесеңіздер де болады. 300 грамм талқанға 100 грамм қант салып араластырып алдым. Араластырып болған соң еріп тұрған 150 грамм майымызды талқанымызға салып араластырып аламыз. Дайын болған коржығымызды енді формаға саламыз. Менде 24 диаметрлік форма. Сіздер де өздеріңізде қалаған формаларыңызға салсаңыздар болады. Осы формаға қасықтың көмегімен шеттерін, жан-жағын қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Міне осылай тегістеп болған соң тоңазытқышымызға 10-15 минут қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ең алдымен 400 грамм қаймағымызға 330 грамм қант, 2 жұмыртқа, 20 грамм немесе 2 ас қасық кукурузный крахмал салып блинчиктің көмегімен араластырамыз. Араластырып болған соң дайын болған тарымызды салмамызға салып блинчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне менің салмам дайын. Енді коржығымызды тоңазытқыштан шығарып салмамызды саламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 40 минуттай пісіріп аламыз. Піскен соң 2 сағаттай суытып, содан соң кесіңіздер. Енді дәмі деген ерекше дәмді болып шығады. Нағыз қазақи рецепт деп айтса да болады. Осы рецептпен пісіріп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да рецепттер шығады. Құдаларыңызға рахмет.